Сәлем достар, есімім Майя ұлым. Каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қытырлап пісетін қатпарлы самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, столға ұялмай қоятын, отбасыларыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл самса өте дәмді болады. Және де осылай формалардың жасалу жолымен де бөлісетін боламын. Тек қарапайым рецептпен жасалады. Осылай болу үшін сіздер мен айтқандай жасап көріңіздер. Ол үшін бізге су комнатный температурада, тұзды салып, осылай араластырып аласыздар. Қолыма мән бермеңіздер. Осылай ұндарыңызды бірден салмайсыздар. Азыздан салып, суларыңызды құйып, қатты жұмсақ емес, қатты да қатты емес. Тесто жасап аласыздар. Орташа алып, қатты басып жүрмеңіздер, қатты болып кетуі мүмкін. Суларыңызды құйып, ұндарыңызды да бірден салмай, азыздан үстінен салып отырып, тесталарыңызды жасап аласыздар. Мінекей тестамыз осындай болып шығады. Осыны тыңғанға дейін жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Осылай дайын болғаннан кейін ол тестамызды екіге бөліп қоямыз. Тестамызды деп, оның көмегімен тестамызды жайып аламыз. Тестаны жайған кезде екі шетін бассаңыздар өте жақсы жайылады. Но енді бұл тестамыз кішкене жұмсақ болғандықтан формаға өте қатты түзу болып шықпайды. Ыңғайы келгенше жайып аласыздар. Мінекей менің уже дайын болып қалды. Сіздер де осылай дайындап аласыздар. Майларыңызды газға ерітіп аласыздар. Бір қайнатып жіберіңіздер, сонда соленый болып шығады. Мінекей мен осындай май қолданамын, сливочный берегі деген. Сіздер өздеріңіз білесіздер. Осыны жақсам, маған удобно. Майды жаққан кезде қолмен де, болмаса мен сияқты кисточкамен де жақсаңыздар болады. Қолмен жаққанда абай болыңыздар. Осылай шет-шеттерін барлық жерін жауып, екінші тесталарыңызды да жайып, соны үстіне қойып шығасыздар. Май кішкене кепкенше, кішкене күтіңіздер, сонда соленый болып шығады. Қатпарлы болып. Мінекей қалған майларыңызды үстіне жайып, дәл осы видеодағыдай орап шығасыздар тесталарыңызды. Тесталарыңызды орап, тестаны бұрап, мінекей видеода көрсетілгендей осылайынан істесеңіздер қатпарлы болып шығады. Мінекей осылай бір-біріне орап, холодильниктің морозилкасына жарты сағатқа қойып қоясыздар. Жарты сағаттан көп те тұра берсе болады. Бұл қонақ келгенде сразу жасағанға өте ыңғайлы, қойып қойсаңыздар сақталып тұра береді. Мінекей осылай бөліп аласыздар. Менікі сәл кішкене көбірек тұрды. Мінекей қараңыздар, қандай қатпарлы болып шықты. Осылай тігінен жайған кезде тігінен жайсаңыздар қатпарлығы сақталады. Мінекей ұнның көмегі сәл ұнға батырып алып жайып шықсаңыздар болады. Қатты жұқа қылып жүрмеңіздер, орташа қылып. Начинкасына өздеріңіз білесіздер, мен фарш, пияз және картоп араластырдым. Мінекей түйеуінде қарап алыңыздар. Мен де осындай формалармен келдірдім, 3 формамен. Мінекей оның көмегімен жайып аласыздар барлығын. Начинкасын өздеріңіз білесіздер, может көппен жасайсыздар. Әркім өз қалауымен жасайтын болады. Екінші формамыз кетіп баратыр. Салып. Столға да ұялмай кез келген заказға да істесеңіздер болады. Заказға істегенде тесталарыңызды өлшеп істесеңіздер, сонда біркелкі шығады. Мен енді үшінші форманы көрсететін боламын. Бұл тюльпан деп аталады. Дәл осы формалармен жасап шығыңыздар. Өте жақсы болады. Фольгаларыңызды қойып, печка 180 градуста самсаларыңызды пісіріп аласыздар. Қарап отыруды ұмытпаңыздар, күйіп кетуі мүмкін. Осылай жұмыртқаны жаққанда араластырып жіберіп жағыңыздар, сонда сап-сары болып шығатын болады. Если кунжуттарыңыз болса, кунжут сеуіп жүрсеңіздер болады бетіне. Печкамызға салып пісіріп аламыз. Кунжуттарыңызды да сеуіп алсаңыздар болады. Біздің самсамыз печке кетуге уже дайын.
самсамыз мінекей уже дайын. Қарап тұрғаныңыздар қандай сары болды. Столға да ұялмай қоясыздар. Осындай қатпарлы, жұмсақ, әрі дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Өте сіздерге керекті рецепттер шығатын болады. Мінекей қандай формаларда сақталған. Сіздер де жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды. Сіздермен болған аяулым. Рахмет сіздерге.